тіпті исламның тазалығы сондай. Тіпті әйелмен қарым-қатынастың өзінде жаңа Бақара сүресінде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ясалунака анил махиди." Олар сенен етеккір жайында сұрайды дейді. "Кул хуа аза." Айт, бұл деген зиянды нәрсе ғой деп. "Фатасилун нисаа фил махиди." Әйелдермен төсектік қатынасқа бармаңдар, олар етеккір күйде болған кезде. Төсектік қатынастың өзі. Алай жалпы бір-бірінің қасында отырып, бір-бірінің қасында болулары, ол жаңағы барлығы орынды нәрселер, тек қарым-қатынасқа түспеңдер дейді. Фатазилун нисаа фил махиди. Вала тақрабухунна хатта ядхурна. Етеккірінен тазарғанға дейін. Қалай егжей-тегжеймен түсіндіреді Алла тағала. Адам әбден түсінсін деп. Өйткені Алла сөйлеген нәрседе ол керісінше адамды ұят деген сипатты бойына береді. Ұялу деген сипаттарды. Сонда айтып отыр: "Жақындамаңдар оларға, яғни төсектік қатынаста мүше-мүшеге тимесін, олар әбден тазармайынша." Фаиза татахарна фаатухунна мин хайсу амаракумулла. Қашан етеккірлерінен тазарса, онда Алла тағала бұйырған жеріне барыңдар дейді. Міне. Сосын әдемі түсіндіреді. Нисаукум харсун лакум. Төсектік қатынастағы мақсатты айтады: әйелдерің сендердің егістіктерің дейді. Көрдіңіз бе? Тұқым егеді ғой адам. Сол нәрсені әдеби түрде айтып отыр Алла тағала. Нисаукум харсун лакум фаату харсакум анна ши'тум. Өздеріңнің егістіктеріңе келіп тұрыңдар қалағандарыңша дейді. Міне. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин дейді аятында. Жаңағы оларға жақындаспаңдар етеккір кезінде. Өйткені Аллах тағала тәубашылдарды жақсы көреді. Және таза ұстанушыларды жақсы көреді. Таза жүрушілерді. Неге тәубаны таза, сыртты таза ұстау деген нәрсе бар ғой? Неге сырттың тазалығынан бұрын тәубаны айтты Алла тағала? Өйткені тәуба ішкі тазалық. Тәуба жүрген жерде жан болғанбай деген. Өйткені тәуба жанды жуып отыратын нәрсе да. Сонда Алла тағала ішінде жуатындарды, сыртында жуатындарды жақсы көреді дейді. Көрдіңіз ғой? Міне сол қасиеттер нәсіп етсін Алла тағала бізге.